Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдардан жасалған майсөкті дайындайтын боламыз. Осылай ең алдымен ыдысымызға керекті мөлшерде тарыны салып алатын боламыз. Жақсылап жылы суға осылай жуып алатын боламыз. Өте кірлеу болады. Жақсылап жуып осылай етіп жуып аламыз. Тарының құрамында өте көп дәрумендер бар, өте пайдалы. Міне ораза айында қабылдасаңыздар өте күшті, тойымды болады. Жеңіл тағамның бірі. Міне осылай жақсылап жуып аламыз. 3-4 рет жуып аламыз. Өйткені кір болады, тар. Су ағарғанша жуып алатын боламыз. Жақсылап жуып алдым. Міне осылай тағы да бір рет жуып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай су өте қап-қара болып шығып жатыр. Және жуып алған тарымызды енді ыстық суға, қайнап тұрған ыстық суға бұқтырып алатын боламыз 10-15 минут. Және осылай қағаздың бетіне жайып шығамыз. Суы тартылуы қажет. 10-15 минутта суы тартылып құрғап шығады. Ыстық суға салып алғаннан кейін біздің тарымыз ісінеді, көлемі ұлғаятын болады. Міне осылай қағаздың бетінен алып, кепкен тарымызды ыдысымызға салып аламыз. Міне бізге қажетті май және қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салатын боласыздар. Міне жақсылап осылай араластырып, осылай қалаған көлемдеріңізге салып аласыздар. Міне мен рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Ұстаған оразаларың қабыл болсын барша мұсылман жандарға.